Алқа радиосының эфирінде дінтанушы Арман Нұрахметұлының Иман алқасы бағдарламасы. Ассалаумалейкум, құрметті Алқа радиосының көрермендері мен тыңдармандары. Бүгін күндері бізде ең алғашқы бағдарламамыздың аты Иман алқасы бағдарламасы. Және де бүгінгі күні біздің алғашқы қонағымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Жүсіпов Ерболат Нұрылдыұлы отыр. Ереке, қош келдіңіздер біздің радиомызға. Бүгінгі біздің сол бағдарламамыздың алғашқы сондай бір тақырыпты алып отырмыз. Біздің бағдарламамыздың атына сай келіп отыр екен. Имандылық пен ізгілік екі ұғым деген. Осыған қатысты біраз сұрақтарымыз дайындалып, сізге сол сұрақтарды қойып отырып, бар мүмкіндігінше бұл тақырыптарды халықтың арасында ашып беруге үміт етіп отырмыздар. Ең алғашқы қоятын сұрағымыз иман деген не? Аса рахымды мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлем болсын. Ассалаумалейкум, қадірменді қазақ елі, құрметті елордалықтар. Бүгінгі жиынымызды жаратушы барымыз пайдалы олай. Енді иман деген сөзге тоқталатын болсақ, жалпы иманның не екенін пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын ашып бізге тәпсірлеп берді. Нақтырақ айтатын болсақ, бұны жалпы Жебірейіл періштесі дейді. Яғни Жебірейіл періште пайғамбарға келіп, иманның не екенін үйреткен. Сонда иман не деген кезде, иман Аллаға иман, иман періштелерге иман, иман пайғамбарларға иман, иман ақырет күніне иман, иман тағдырдың жақсылығы жамандығы Алладан екендігіне иман, және иман өлгеннен кейін қайта тірілуге сену, илану деп түсіндірген екен. Демек, осы шарттар толық болған кезде жалпы иман әлгі адамда толықтанады. Ал егерде мұсылман адам жалпы осының бір шартына, бір талабына, бір тірегіне күмәнмен қарайтын болатын болса, ол адамның иманның толық болуында үлкен күмән болады. Сондықтан осы айтылған жайттарға жалпы адам толыққанды сену керек. Енді иман деген ол адамның ішкі жан дүниесінде болатын үлкен сезім. Нақтырақ айтатын болсақ, иман дегеніміз ол жүрекпен бекітіп, тілмен айтуды иман дейді екен. Тамаша. Жүрекпен бекітіп, тілмен айту болады екен, иә. Тамаша. Ал енді біздегі мұндай сұрақ туындап отыр. Иман мен ізгілік шынымен де арасында екі ұғым ба екен? Енді иман деген сөзді біздің жалпы бабаларымыз өте қастерлеген. Өкінішке орай қазір осы иман, имандылық деген сөз бұрмаланып кетті. Бірақ кешегі бабаларымыз иман деген сөздің астарын, мәнісін түсінген. Мысалы, қазақта сөз бар, жүзінен иманы тамып тұр дейді. Немесе иман жүзді дейді. Демек, егер осы құндылықтарға қарайтын болсақ, жалпы қазақ жаңа біз терминдік мағынасын айттық қой. Мысалы, Аллаға сену, періштелерге, пайғамбарларға сену дедік. Жалпы біздің бабаларымыз бұл иман деген сөздің астына адам баласы үшін қандай да бір жақсы ізгі қасиеттер, бір тұлғалық ерекшеліктер керек болатын болса, сол сөздің астына, иман деген сөздің астына бәрін жинай білген. Сондықтан иманды адам деген кезде кешегі біздің бабаларымыз бір толыққанды жақсы қасиеттерді өзіне жинай білген, бір кемелдікке жеткен бір тұлғалы адамды түсінген. Кешегі қазақтың ұғымында жалпы иманды адам ешкімге зиян жасамайды, ешкімге жамандық жасамайды. Нақтырақ айтатын болсақ, пайғамбарымыздың тілімен айтқанда, мұсылман адам кім деген кезде, мұсылман адам тілімен, ісімен ешкімге зиян тигізбейтін адам деп анықтама берген болатын болса, осы кешегі қазақи ұғымда иман осы сөздердің бәрін өзінің астына алады. Демек, имандылық деген нәрсе ол үлкен құндылық деген сөз. Ал енді ізгілік дегенмен екеуінің қатар жүруінің бір себебі пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын хадистерде иман туралы сұралады. Иман дегеніміз не деген кезде, иман дегеніміз бұл бір деректерде келеді 70 бірнеше тармақтан тұрады дейді. Немесе 60 бірнеше тармақтан тұрады дейді. Екі түрлі дерек бар. Сонда ең жоғарысы не дейді?
осы ең жоғарысы не деген кезде ля иляха иллаллах. Тамаша. Яғни Алладан басқа құлшылық етуге лайықты ешкім жоқ. Яғни бір Құдай, бір Алла деу бұл имандылықтың ең шыңы дейді. Ал енді имандылықтың ең төменгі деңгейі деді, адамдарға зиян беретін нәрсені алып тастау дейді. Яғни мысалы адамдарға, қоғамда біреуге қандай бір нәрсе болмасын, бір зиян тигізетін қандай бір жайт болмасын, соны кетіріп отыру дейді. Қараңызшы. Бұл ең төмен дейді. Тіпті пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, бір жерден өтіп бара жатса, бір екі адамның бір-бірімен сөйлесіп отқанына куә болады. Сөйтсе жаңа екінші адам кішкене бір ұялшаң болса керек, ұялшаңдығы басымдырақ, әлгі адам мүмкін оған бір ақыл кеңесін айтып жатқан шығар. Сен ұяла берме, сен өзіңдікін жаңағы әрдайым алып алатын бол, басыңды төмен түсіре берме, неге ұяла бересің деген сияқты бір өзің мүмкін бір достық бір кеңесін айтып тұрған шығар. Бірақ осы диалогты естіген пайғамбарымыз оған тиіспе деді. Оны қоя сал деді. Ұялу иманнан деді. Қараңызшы. Демек, иманмен жалпы ізгілік деген нәрсе ешқашан бір-бірінен ажырамайтын үлкен қасиетті ұғымдар. Тамаша. Ұят та иман бір бөлігінен деп тұрсыз ғой. Тамаша, өте тамаша. Ал енді имандылық деген ұғымға келетін болсақ, осы имандылықтың дұрысы мен бұрысы бола ма екен? Жалпы енді бұл имандылықтың дұрысы мен бұрысы деген сөздің шығуында негізі мүмкін оған әртүрлі бір себептер болып жатқан шығар. Бірақ негізі имандылықтың дұрысы бұрысы деген нәрсе болмайды. Мүмкін бұл осы имандылық жолында жүрміз деген адамдарға қарап берілген бағадан келіп шыққан бір ұғым болуы мүмкін. Негізі жасыратын жоқ. Бұл жалпы имандылықта ешқандай ақаулық жоқ. Жалпы мына дінде, имандылықта ешқандай ақаулық жоқ. Бұл ақаулық сол дінді ұстанып жатырған адамда болады. Өкінішке орай біз бір нәрсені бір адаммен өлшейміз. Адам жақсы болса, дінде жақсы. Адам бір қателікке бой алдырып қоятын болса, ол дін жаман, иман жаман деген бір ұғымда қалыптасып жатқанды ешқандай жасыр емес. Бірақ өкінішке орай қатеде, адасуда жүргендер бар. Бірақ олардың егер сөз әдемі болатын болса, сырттай қарағанда іс әдемі болатын болса, оның дұрыс деген емес. Демек, имандылық деген нәрсе ол дұрыс ұғым, оны жақсы жаман деп ажырату меніңше дұрыс емес сияқты. Дұрыс айтасыз. Яғни имандылықта адамның бойындағы болатын кейбір кемшіліктер байқалып қалатын болса, иманды адамның, ол иманның белгісі деген сөз емес. Әлбетте. Дұрыс айтасыз. Тағы да бір сұрақ. Иман мен сезімді, яғни эмоцияны, осының екеуінің арасын қалай ажыратуға болады екен? Жалпы иман деген нәрсе, жаңа жоғарыда айтып кеттік, бұл адамның бір жүрегінен шыққан нәрсені тілмен бекіту, тілмен айту. Ал бұл эмоция деген нәрсе бұл сезім. Өкінішке орай, мысалы, осы эмоцияны көбінесе жастардан байқауға болады. Жастар өкінішке орай, бұл қай заманда болмасын, негізі көп бір қателікке бой алдырып қоятын, кішкене аңқаулықпен, бір сезімталдықпен, эмоциямен әрдайым жастар осы көп жағдайда қателікке бой алдырып қойып жатады. Мысалы, пайғамбарымыздың дәуіріне де назар салатын болсақ, көптеген бүліктер болған, әртүрлі сынақтар болған. Өкінішке орай, сол бүліктердің басында көп жағдайда жастар жүреді. Қазіргі уақытта жастар эмоцияға беріліп, діндарлықты эмоциямен шатастырылып жатады. Сондықтан, мысалы, көп жағдайда мысалы мектепте оқитын жастар, немесе университетте оқитын жастар осы имандылыққа бет бұрады да, сол сезіммен тек қана бұл өмірдің мәнісі тек бір діни құлшылықтармен ғана шектеліп қалу. Мына біздің жасап жатырған ісіміз, алып жатырған біліміміздің ешқандай бір пайдасы жоқ екен деп, осы бір сезіммен қателікке бой алдырып жатқан жағдайларда жоқ емес. Біз бір нәрсені білуіміз керек. Алла Тағала бізді құлшылық үшін жаратты. Негізгі Алла Тағала бізді жоқтан бар қылды. Кеше даналарымыз айтқандай, өмірдің негізгі мақсаты адам болып келу,
адам болып дүниеден өту. Ал адами шынайы адамгершіліктің бойында ол құлшылық, ғибадат деген нәрсе табылу керек. Сондықтан қазіргі уақытта мына жастардың жаңағыдай үлкен мысалы білімді, білім алу, білімді зерттеу, үйрену, ғалым болу деген нәрсені бұл мансұқтап жатқаны жасырын емес. Осы білім алу деген нәрседе негізі бұл жалпы имандылықта өте үлкен жоғары мәртебеге қойылған ерекше құлшылық деуге де болады. Яғни мысалы қандай салада білім алмасын, негізгі мақсаты елдің игілігі, қоғамның игілігі, халқымның игілігі деген адамның ниеті болатын болса, бұның бәрі құлшылық бола береді. Сондықтан жастар жалпы имандылықпен уақытша эмоция, сезімді әсте шатастырмау керек. Тамаша, дұрыс айтасыз, Ереке. Осы, Ереке, енді адам қатесі болмайды ғой. Әртүрлі күнәлардың үлкені бар, кішісі бар. Соны иман жолға бір қарасам, бір жастарымыз, жасы болсын, үлкені болсын, дін жолына бет бұрғаннан кейін кейде бір қателіктер болып қала жатады. Сол күнәлардың өздері иманды адамға, немесе имандылықтың өзіне әсер ете ме екен? Жалпы біздегі бір түсінік бар. Имандылық жолында жүрген, мысалы намаз оқып жүрген, мысалы мешітке барған адам, ол қателікке бой алдырмау керек деген бір қоғамда осындай бір түсінік бар. Біз бір нәрсені ажыратып алуымыз керек. Алла Тағала адамды жаратты. Адамға тән табиғат бар. Алла Тағала періштені жаратты. Періштеде періштеге тән табиғат бар. Адамның жалпы табиғаты бұл қателікке бір табан жақын. Пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадистердің бірінде айтады, бүкіл адам баласы қателікке бой алдырушы дейді. Бүкіл адам баласы. Бұл жерде ешкімді бір бөліп жарып жатқан жоқ. Барлық бүкіл адам баласы қателікке бой алдырып қоюшы. Осы қателікке бой алдырып қоюшылардың ең жақсысы тәубе етушілер дейді. Сондықтан жалпы пайғамбарымыздан келген өсиеттерге және Құрандағы өсиеттерге назар салатын болсақ, Құран-ы Кәрімде негізі күнә жасамайтындар да жақсы көрем деген жоқ. Өйткені егер күнә жасамайтындар деген кезде ол жалпы адамның табиғатына қарсы құбылыс болатын еді. Жалпы Құран, хадистердегі ең мақталған адамдар қателікке бой алдырып қойып, мені жарылқайтын, мені кешіретін, менің Аллам бар, менің жаратушым бар деген адамды Алла Тағала ол адам жақсы көріп қалады екен. Адам шамасы келгенше ізгі амал жасай береді. Бірақ солмен қатар қателікте бой алдырып қояды. Өйткені пенде ашу ыза болады, ісімен сөзімен біреудің ақысына кіріп кетіп жатады. Бірақ дәл осы жерде мұсылман адам өзін тоқтата білу керек. Өзін бірден шектеп тастау керек. Демек, қателікке бой алдырып қойдым, Алладан кешірім сұрауым керек. Енді осы сұрақтың астарында қазіргі уақытта өкінішке орай қоғамдағы кең тарап жатырған бір құбылыс, бұл жатағым. Жатағым мәселесі. Жастардың жатағымға бет бұруы. Бұл мысалы өкінішке орай мына амалмен өзінің нақтырақ айтқанда, осы өздері имандылыққа бет бұрып, намаз оқып, мешітке келіп, үйдегі ата-аналары егер намаздан ұзақ болатын болса, жалпы оразадан ұзақ болатын болса, өкінішке орай соларды мұсылман емес, күпірлікпен айыптап, кәпір деген қате ұғымды беріп жатқан жайттар өкінішке орай көп кездесіп жатады. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек, бұл жалпы бұл сұрақтың астарында тағы да бір сұрақ қойуға болады. Мысалы, күнә істеген адам имандылықтан шығады ма? Өйткені өкінішке орай күнә істеу арқылы имандылықтан, діннен шығарып жіберетін жат ағымдар бар. Жат ағымдар бар. Бұл жат ағымдар үлкен қателіктегі үлкен қауіпті жолда. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек, адам күнә жасаумен діннен шықпайды. Мысалы, бір адам ұрлық жасауы мүмкін, бір адам арақ ішу мүмкін. Сен ұрлық жасадың, сен арақ іштің, сен кәпір болдың деп айтуға ешкімнің ақысы жоқ. Жалпы ол күнә жасаған адам, былайша айтқанда,
шарғи тілмен айтқанда ол адам пасық болады, ол күнәһар болады. Бірақ оның жүрегінде иманы болады. Ол пенде, ол мұсылман, бірақ күнәһар мұсылман деп анықтама беруге болады. Демек, амалмен өлшеу жалпы қоғамда ол дұрыс өлшем емес. Пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадистердің бірінде айтады, Алла тағала сендердің сыртқы бейнелеріңе, пішіндеріңе қарамайды. Алла тағала сендердің ешқайсыларың амалдарыңа қарамайды. Алла тағала сендердің жүректеріңе, жан дүниелеріңе қарайды дейді. Демек, ең бірінші Алла үшін біздің ағзамыздағы ең маңызды ол жері біздің жан дүниеміздің таза болуы, жан дүниеміздің шынайы Алла деп соғу. Яғни ең бастысы адамның жүрегіменен және оның амалы таза болу керек болып тұр. Әлбетте, ең бірінші ол амалдан бұрын адамның жүрегі таза болу керек. Өйткені пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадистердің бірінде айтады, адамның жалпы жан дүниесінде бір кішкентай ғана бір ет бар дейді. Бір ет бар дейді, бір бөлік бар дейді. Егер сол кішкентай нәрсе таза болса, амалдардың бәрі таза болады. Ал егер де сол кішкентай бір бөлік бұзылатын болса, барлық нәрсе бұзылады дейді. Сонда білесіңдер ме ол не дейді? Ол адамның жүрегі дейді. Жүрек. Жүректі жалпы бұны бір жағынан қалып дейді. Бұл қалып деген нәрсе, қалып өзгеріп әртүрлі құбылысқа еніп отыратын нәрсені арабша бұны қалып дейді. Демек, адамның жан дүниесі жан-жақтағы жағдайларға қатысты ол әрдайым өзгеріп отырады. Әртүрлі жағдай, мысалы, жақсы жаңалықтар болған кезде, мүмкін жақсылық жағына, мүмкін бір көңілін бұзатын жайттар болған кезде, адамның жан дүниесі өзгеріп отырады. Сондықтан ол әрдайым өзгерісте, ал мұсылман адам барынша оны жақсы бағытқа, дұрыс бағытқа әрдайым бағыттап отыру керек. Тіпті пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадистердің бірінде жалпы жан дүниені, жүректі өзгертіп отырушы Алла тағала. Тіпті дұғасында айтады екен, уа жүректерді, қалыптарды өзгертіп отырушы Алла, менің әрдайым жан дүниемді, жүрегімді имандылықта, ізгі амалға, жақсы, өзіңнің жақсы көрген амалдарыңа, дініңе деген бекемдікке әрдайым бұрып отырушы деп пайғамбар жалбарынып мінәжат етеді екен. Бізде әрдайым мұсылман осы дұғаларға бекем болуымыз керек. Тамаша. Ереке, мындай нәрсені айтыңызшы, кейбір адамдар осындай бір ойда болады екен. Мысалы, ол кісі намазға бет бұрды, жұма намазын оқиды. Соның бірақ кейбір бойындағы бір кемшіліктерден арылмай жатады. Мен күнәларымды жасай берсем болады екен, өйткені жұма сайын екі жұманың арасындағы болатын күнәлар кешіріледі деген ойда жүрген адамдар болады. Сондай адамдар туралы не деп айтасыздар? Біз негізі исламның негізгі талаптары бар. Жалпы исламның қандай да бір бұйрығы немесе тыйымына назар салатын болсақ, оның негізгі мақсаты бір кемел адамды қалыптастыру. Біз өкінішке орай бұл жалпы имандылық деген кезде біздің арамызды бір бұзатын, біздің арамызға бір ақаулық түсіретін бір құрал ретінде қабылдап жатырмыз. Негізі діннің мақсаты біздің пайдамыз. Мысалы, Алла тағала мысалы Құранда қандай бір тыйымды назар салайық, мысалы араққа жақындамау. Мысалы, осы бір Алланың тыйған арам еткен нәрсесі. Біз өкінішке орай осы жағдайға куә болып жатырмыз. Осы арақ деген үлкен бір Алланың тыйған арам нәрсесі біздің қоғамдағы көптеген бүлікке себеп болып жатырған нәрсе. Бұл бірінші мысалы. Ал егер біз арақтан ұзақ болайықшы, біз жағдайымызды елестетіп көрейік. Мысалы, ұрлық жасау біреудің мүлкіне қол созу деген сөз. Яғни сіз біреудің ақысына кіру деген сөз. Мысалы, имандылық бізге сондай тәрбие береді. Жалпы күнә пендемен өзінің арасында күнә болуы мүмкін. Мысалы, менімен Алланың арасындағы бір күнә болады. Мысалы, бір нәрсені жаман ойлап қоямын. Өзіме бір қастандық жасап қоямын, мысалы. Бұл күнәні Алла тағала қаласа кешіреді. Алла тағала мейірімді ғой. Ал енді бұл кейбір күнә бар, пенденің ақысымен
байланысы бар күнә болады. Мысалы ұрлық жасау. Ұрлық жасаған кезде сіз біреудің мүлкіне қол созып тұрғаннан кейін енді үшінші тарап пайда болды. Сонда Алла тағала бұл күнәні кешіреді. Қай уақытта кешіреді? Әлгі заттың иесі кешіргеннен кейін кешіреді. Яғни Алла тағала үшін жалпы момын адамның ақысы ол өте маңызды. Тіпті пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, қара тасты сүйетін болған. Мысалы қасиетті Кағбадағы қара тас сүйетін болған. Тіпті осы пайғамбар біздің сүйгенін көрген Хазірет Омардың өзі қара тасты сүйген. Сөйтіп айтады дейді, ей қара тас, егер де мен сені пайғамбарымыздың сүйгенін көрмегенімде, мен сені сүймейтін едім дейді. Бұл жерде сүю, бұл құлшылық. Бірақ бұл жерде біз бір нәрсені ұмытып кетіп жатырмыз. Қара тасты сүюден де жалпы адамның жан дүниесін жаралау, біреудің ақысына кіріп кету, бұл үлкен күнә болып есептелінеді. Тіпті кейбір деректерде Кағбаны бұзғаннан да, мысалы Кағбаны бұзу үлкен күнә. Бәріміз білеміз. Кағбаны бұзудан да үлкен күнә бар. Ол біреудің жан дүниесін жаралау, біреудің ақысынан қол созу дейді. Демек, имандылыққа назар салсақ, біреудің ақысы, мұсылманның ақысы деген нәрсе үлкен жоғары орынға ие. Ал енді жаңағы бір адам мысалы өкінішке орай мысалы намаз оқуы мүмкін, ораза ұстауы мүмкін, бірақ жағымсыз қылықтардан әрі арыла алмай жатыр. Біз бұл жерде бір нәрсеге жайтқа мән беруіміз керек. Негізі құлшылықтар бізді тәрбиелеуші құрал. Мысалы мен намаз оқығаннан кейін бүкіл жағымсыз қылықтардан мен автомат түрде тыйыла қалуым керек. Негізі намаз мені тәрбиелейді. Намаз мені әрдайым жамандықтан, арсыздықтан мені қайтарып, әрдайым мені ізгілікке итеріп отыру керек. Ал сол талап орындалмады ма, демек намаз дұрыс оқылмай жатыр. Намаздағы ықылас, намаздағы бір рухани тазалық бір жетпей тұрғаннан кейін ақаулық болып жатыр. Дәл оразада солай. Мысалы өкінішке орай оразаны ұстаймыз, бірақ бізде жақсы көркем мінез жоқ, жақсы әдеп жоқ, ақылақ жоқ. Діннің негізгі мақсаты бізді көркем, керемет әдеттермен, керемет бір мінез құлықтармен бізді қалыптастыру еді. Бірақ өкінішке орай біз бұл құндылыққа қол жеткізе алмай жатырмыз. Мысалы пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлем болсын, бір жиынға кіріп келген кезде сахабалар айтады, біз құдды үстімізге бір құс қонғандай әсерде отырмыз дейді. Тіпті пайғамбар не айтады екен қазір деп. Сонда бәріміз отырмыз, бізге бір үлкен бір нәрсе айтатын шығар деп күтіп отырмыз дейді. Сонда сұрады дейді, мен сендерді жұмаққа кіргізіп тозақтан ұзақтататын амалды айтайын ба? Деген кезде бәріміз кәдімгідей не айтады екен деп асығып күткен кезде пайғамбардың аузынан шыққан сөз көркем мінез дейді. Көркем мінез құлық. Пайғамбар бір хадисте айтады, қиямет күні ең маған жақындарың көркем мінез, яғни мінездері дұрыс адамдар дейді. Тіпті пайғамбар хадисте жалпы момын мұсылманды бұл құсқа теңейді. Құсқа теңейді. Неге құсқа теңейді десе, жалпы құс деген нәрсе кішкентай ғана бір Алланың жаратылысы дейді. Кішкентай ғана. Құстың Аллаға деген тәуекелдігі соншалықты, таңертең ұясынан шығады, кешке құрсағы толып тойып келеді екен. Аллаға деген тәуекеліне қараңыз. Құстың, момын адамды пайғамбардың біздің құсқа ұқсатуының тағы да бір себебі дейді. Құс бұл өте қорқақ жаратылыс болады. Тек селт ете қалса болды ұшып кетеді. Міне момын адамның да жан дүниесі Алладан қорқу осылай дейді. Яғни Алладан шынайы қорыққаннан кейін ол Алладан ғана қорқады. Демек Алладан қорыққан адамнан тек қана одан жақсы нәрселерді күту керек. Демек жағымсыз қылықтарын момын мұсылман адам жақсы құлшылықтары арқылы өзін тәрбиелеп, өзін дұрыстап алу керек. Тамаша. Ереке мындай мысалы Алладан қорқу деген бір ұғымды Алламен байланысымды үзіп алу деген ұғыммен байланыстыруға бола ма екен? Жалпы мына қорқу деген нәрсе бұл өте бір ерекше сезім негізі.
жалпы адам Алладан қорқады, адам басқа да бір жаратылыстан қорқады. Осы екеуінің қандай айырмашылығы бар десеңіз, қараңызшы, Алладан қорыққан адам Аллаға қарай қашады. Ал Алладан басқадан қорыққан адам сол қорыққаннан қашады. Қараңызшы, мысалы, Құран-ы Кәрімде мысалы Алла Тағала фафирру илалла дейді. Аллаға қарай қашыңдар дейді. Аллаға қарай қашыңдар. Алладан қашыңдар деп жатқан жоқ. Аллаға қарай. Қандай да қорқыныш болсын, қандай да бір өмірде әртүрлі жағдай болмасын, бірден Аллаға бұрыл. Тіпті енді қашу, жүгіру деген нәрсе физикалық тұрғыда бір тездікті, жылдамдықты, асығуды бізге көрсетеді. Бірақ бұл жерде Аллаға қашу деген нәрсе не ол? Момын мұсылман өмірінің әр сәтінде Аллаға қарай. Алла не деді? Мысалы, қарапайым нәрселер, ішеміз, жейміз, бірден Аллаға алғыс айтамыз. Қателікке бой алдырып қоямыз, Аллаға алғыс айтамыз. Бір жақсы амал жасаймыз, бірден Аллаға алғыс айтамыз. Өйткені Алла Тағала сол сізбен бізге сол амалды жасатып қойды. Мысалы, күнә жасатып қойғанда не істейтін еді? Қателікке бой алдырып қойғанда да ең бірінші біздің жадымызға келетін нәрсе тәубе. Аллаға сол. Демек, момын адам әрдайым тілінен, жүрегінен Алласы ұзақ болмайтын болса, ол адам бақытты. Енді бір мәселені де қозғауға болады. Жалпы адам бір рахаттанып өмір сүргісі келеді. Жан дүниенің тыныштығы. Шынында да кейде адамға ішкен жегені бойына дарымай жатады. Кешегі әжелеріміз айтатын еді ғой, қара суды ішіп семірді дейді. Осы сөзді көп еститінбіз, мысалы. Кейбір адам жан дүниесі таза, жан дүниесі тыныш, қара суды ішіп семіре береді дейді. Ал кейбір адам жан дүниесінде ақаулық бар, жан дүниесінде әлі үрей, қозғалыс бар адам, ол не жесе де оның бойына дарымайды екен. Сондықтан қасиетті Құран-ы Кәрімде естерінде болсын, жүректер Алланы еске алумен ғана рахаттанады, тынышталады дейді. Демек, мына өмірде рахат іздеген, өмір тыныштығын іздеген адам, ол Алланы әсте тіліне тастамау керек. Тамаша. Осы ереке біз енді тәуелсіздігімізді алғанымызға 91 жылдан бері келе жатырмыз ғой. Орта буыны болсын, үлкен ағалар болсын, мешітке де қарап отырып, жастардың қаншалықты мешітке келіп жатқанын байқап жатады. Сол жастарымыздың әсіресе үлкен буынға қараған кезде мешітке келіп жатқанына қандай бір себептер болады, қалай ойлайсыздар? Енді меніңше оның әртүрлі себептері бар, әртүрлі факторлар бар. Жалпы мына орта жастан, орта буын дейді ғой, олардың жалпы имандылыққа мүмкін бет бұрмауының себебі кешегі 70 жылдық жалпы өмір сүру салты. Мүмкін біреу ұялы, мүмкін арлану, мүмкін оның бір жан дүниесі бір таза, бірақ мына кішкентайлардың істегенін істейін ба, немесе баламның айтқанын істейін ба деген сияқты бір өзінде бір кедергі болып тұрған шығар. Бірақ жасырады жоқ, көбісінің жүрегінде Аллаға деген иманы бар, Аллаға деген шүкіршілігі жоқ емес бар. Енді мына жастардың бұлай бет бұратын себебі жастардың жан дүниесі бір өмір сүру, қалай өмір сүрсем екен, мен қандай ұстанымда болсам екен деп ол іздеп жүрген уақыт қой. Сол уақытта олар жалпы мына мешіттерді көреді, намаз оқитын адамдарды көреді, әртүрлі уағыз насихатты естігеннен кейін осы имандылыққа бет бұрып жатады. Бірақ тағы да бір нәрсені біз сызып айтуымыз керек. Жалпы ол имандылық деген нәрсені тек қана белгілі бір құлшылықтармен шектемеу керек. Бізде өкінішке орай осы тенденция басым. Бір имандылық деген нәрсені, жалпы құлшылық деген нәрсені, мұсылмандық деген нәрсені, мысалы, тек қана бір белгілі бір атрибуттармен біз шектеп жатамыз. Осы болса ғана ол мұсылман, ол адам иманды, бұл болмаса ода иманы жоқ. Жат ағымның осы жердегі бізге үлкен қауіп қатері осы жер.
біз бір нәрсені ажыратуымыз керек. Намаз, ораза қалай құлшылық болса, көркем мінезде үлкен құлшылық. Мысалы, көп адам бір нәрсеге мән бермейді. Ата-анаға деген көркем мәміле бұл ең пайғамбарымыздың айтқан ең үлкен ұлы құлшылықтарының бірі. Бірақ жастар осы жерде осы құлшылықтың қадір қасиетін бағалап жатқан жоқ. Біз бір нәрсені білейікші, мысалы, Құранның мәтіндеріне назар аударатын болсақ, Алла тағаланың өзіне құлшылық етумен қатар ата-анаға жақсылық жасау екеуі бірге қатар келді. Алла тағала өзіне құлшылық етуге және ата-анаға жақсылық жасауға бұйырды дейді. Бұйырды, бұл бұйрық. Сондықтан жастар бір нәрсені білу керек. Мысалы, әке-шешені уайымдату үлкен күнә. Мысалы, қасиетті Құранның аятына назар салсақ, әке-шешеге үф деме дейді. Мысалы, қарсы сөйлеу, оны ренжіту, оның көңілін түсіру былай тұрсын, көзімен аларып қарау былай тұрсын, тіпті үф деп айтуға да болмайды. Мына үф деген нәрсе ол адам жалпы қысылған кезде ішінен еріксіз шығып кететін бір дыбыс. Тіпті ата-анаға осындай мінез көрсетуші болма дейді Алла тағала. Демек, әрбір жас бір нәрсені түсіну керек. Мысалы, қанша намаз оқығаныңызбен сіз үйде отырып ата-ананы жылатып отырсақ, ата-ананы беймезгіл уақытта жүру арқылы оны уайымдатып отырсақ, біздің намазымыздың қаншалықты пайдасы бар? Біздің оразамыздың қаншалықты пайдасы бар? Мысалы, Алла тағаланың ең жақсы көрген амалдарының бірі туған туысқанмен керемет байланыста болу. Сіз 1000 жерде намаз оқыңыз, сіздің туған туысқанмен байланысыңыз дұрыс болмаса, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген жақсы керемет қасиеттер адамның бойынан табылмаса, оның не пайдасы бар? Мысалы, өкінішке орай, қазір біз жастар құрал мен құндылықты біз қатты шатастырып алдық. Дұрыс, ерекше тұлға болып қалыптасу үшін бұл екеуі керек. Бұл екі жақтан келу керек. Құрал бар, бізде құндылық бар. Өкінішке орай, қазір өте білімді жастар көп. Өте білімді жастар көп. Құралды жақсы игерген. Бірақ өкінішке орай, көптеген ата-аналардан, мысалы, мешіттерде уәж айтып жатады, ата-аналар келіп, балам сабақ жақсы оқиды. Ағылшын тілін жоғары деңгейде игерген, әртүрлі ғылымды игерген, бірақ бізге деген құрметі жоқ, ағайын туысқанға деген сыйластық жоқ, олармен араласпайды дейді. Қараңызшы, бұл бала құралды игеріп алды. Бұл құралдың бәрін игеріп алды. Бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек. Құралдың жанында құндылық болмаса, бұл оқыған білімінің, білген тілдерінің ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан құрал деген нәрсе ол білім болатын болса, үйрену болатын болса, құндылық деген нәрсе имандылық. Құндылық деген нәрсе ұялу. Құндылық деген нәрсе үлкенге құрмет, кішіге ізет. Құндылық деген нәрсе жақсы мінез құлық иесі болу. Өкінішке орай, біздің қоғамда осы жақсы мінез құлық иесі қазір жетпей жатыр десек те болады. Пайғамбарымыздың, Алланың саллату сәлем болсын, анамыз Айша анамыздан сұрайды ғой, пайғамбардың мінез құлқы қалай еді дейді. Жалпы қалай деген кезде Айша анамыз айтады дейді, пайғамбардың мінез құлқы Құран. Яғни пайғамбарды көргенде құдды жүріп бара жатқан бір Құранды көргендей сахабалар әсер алатын болған. Демек, біз үшін де бұл жайттар бізге маңызды. Демек, біз құлшылықты біз шектеп тастамауымыз керек. Шектемеуіміз керек. Біреудің қолындағы ауыр жүкті алып көмектесе салуда ол құлшылық. Жолда жатқан бір лас нәрсені алып тастауда құлшылық. Біреуге құлап бара жатқан адамға демеу болуда ол да құлшылық. Яғни біз үшін қандай пайда бар, оның бәрі құлшылық болып есептеледі. Тамаша. Құрал бар және де құндылық бар деп айттың ғой. Құралды мысалы біз білім деп алатын болсақ, құндылықты біз түсінуді қабылдайтын болсақ, сіздерде мысалы мешіттерде мен білуімше қазір жастарға арналған бір курстар ашылған секілді. Сол курстар бойынша бір айтып кетсеңіз, мүмкін көрермендердің арасынан өзінің інілерін, бауырларын сонда апарғысы келетін шығар. Жалпы Аллаға сан шүкірлер болсын, биыл діни басқармамыз, муфтият бізге үлкен тапсырмалар берді, үлкен жауапкершілік жүктеді. Жалпы енді ол жыл сайында болып жатырған нәрсе, бірақ бір ерекше жыл.
бізде қазір имани жаз деген 10 жастан бастап 15 жас аралығындағы өзіміздің бүлдіршіндерге арналған имани жаз курстары жүріп жатыр. Негізі бұл курстарда негізгі қамтылатын мағлұматтар бұл құндылықтар. Құндылық. Бізде жетпей тұрған нәрсе қазір құндылық. Құндылық. Осы нәрсе кеңінен насихатталады. Арнайы муфтият қазір кітап шығарды. Ол кітапта сол мен шамамен қарап отырсақ 10 мен 15 жастың арасындағы баланың нағыз өмір сүру салты қалыптасатын ерекше кезең. Бұл қазір балалар бір шыбық сияқты ғой. Қай жаққа исең, сол жаққа иелей беретін. Былайша айтқанда балалар қазір бір көпкі сияқты өзіне тартып алады. Сондықтан Аллаға шүкір, қазір бүкіл республика бойынша, соның ішінде елордамызда, мешіттерде сол курс өзінің жалғасын табуда, оқып жатыр. 20 күндік арнайы курс бағдарламасы жасалды. Таңнан сағат 9-дан бастап түске дейін күнделікті бүлдіршіндеріміз ол жерде білім тәрбие алып жатыр. Жаңа тағы да айтып кетейін, ол жерде негізі оқытылатын мәселелер сол перзент пен ата-ананың арасындағы байланыс, перзент пен қоғамдық ортамен қалай байланысу керек, үлкендермен, ата-әжемен қалай байланыста болу керек, немесе салт дәстүр, шешендік өнер, имандылық әліппесі балаларға үйретіліп жатыр. Бүкіл мешіттерімізде ұстаздарымыз, имамдарымыз қазір осы сауапты һәм жауапты үлкен шаруамен қазір айналысып жатыр десем болады. Тамаша, керемет, өте жақсы ақпарат деген. Ал мысалы мындай бір жастар болады, каникулға шықты, мектеп-кеше бітірді, немесе колледждерін бітіріп жатыр, бірақ мешітке келуге мүмкіншіліктер болмай жатыр. Енді бәріміз интернеттеміз ғой, тиктокқа кіреміз, инстаграмға кіреміз. Сол дін жолында алғашқы қадам басып жүрген жастарымызға бір айтатын бір өсиетіңіз бар ма кеңесте? Өкінішке орай қазір жастардың мына қазір жаһандану, әртүрлі мысалы әлеуметтік желілердің кең көлемде мысалы белең алуы, олардың қызметінің күнде артып жатуынан өкінішке орай көптеген жастар мағлұматты әлеуметтік желіден алып жатады. Біз бір нәрсені шатастыруымыз керек, әлеуметтік желінің артында кім отырғанын біз білмейміз. Жасыратын жоқ. Жастар өкінішке орай арбалып қалып жатыр. Кешегі мысалы осы тәуелсіз елімізді тастап, мысалы шетел асып, басқа елдің мүддесі, басқа елді қорғаймыз, бір құдды бір жұмақ со жақта дегендей әртүрлі қате ойлар, пікірлер кең тарады. Бұның бәрі осы әлеуметтік желі арқылы мағлұматтарға ие болды. Жастарға ең бірінші айтар кеңесіміз, жалпы имандылық бұл әлеуметтік желіден үйренілмейді. Имандылық тікелей ұстаздан үйреніледі. Имандылық тікелей мысалы дін, жалпы мына ең бірінші осы діннің қалай келіп, қалай кең етек алып назар салатын болсақ, пайғамбарымызға Жибрил періште келетін болған. Тіпті кейбір деректерде келеді, тіпті тізесімен тізесін тигізіп отыратын болған дейді бір-біріне. Бір-біріне сондай бір жақын бетпе-бет сұхбаттасқан, мысалы осылай дін үйреніледі. Сондықтан жалпы имандылық, осы шариғаттың білімін үйренем деген адам ұстазбен бетпе-бет отыру керек, бетпе-бет көрсу керек. Әлбетте ол имандылықтың негізін өзіне орнықтырып, ақ-қараны ажыратып алғаннан кейін әлеуметтік желіден құпталған дұрыс бағыттағы ұстаздардан білім алса болады, бірақ негізгі бастауыш білім ол тікелей болу керек. Енді кейбір жастар уәж айтуы мүмкін, мысалы біз мешітке бара алмаймыз, біздің мүмкіндігі жоқ дейтін болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы сайттары бар. Сол дұрыс бағытты үйрететін, дұрыс бағытқа шақыратын әлеуметтік желіде біздің парақшаларымыз бар. Олармен білім алса да болады. Нақтырақ айтатын болсақ, ең үлкен ол біздің парақшамыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы муфтият KZ. Мысалы муфтият KZ-тің ішіне кіргеннен кейін әр өңірлердің өздерінің әлеуметтік желідегі әртүрлі парақшалар бар. Яғни ресми мағлұматтар алыну керек. Қандай да бір мағлұмат керек болса, ол діни басқарманың ұстаздарына, діни басқарманың мамандарына хабарласу керек. Аллаға шүкір қазір әлеуметтік желі қазір дамып жатыр. Бүкіл мағлұматтарын біз сол сайттардан
таба аламыз. Сондықтан осыған жіті мән берген дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз Ереке. Берген сұхбаттарыңызға үлкен рахмет Ереке. Расында да имандылыққа қатысты болатын тақырыпты жақсы тарқадыңыз. Көптеген түсінікті дүниелер болды. Сенім мәселесінде де айтып кеттіңіз. Руханият пен құндылықтар туралы айттыңыздар. Сізге осы уақытты тауып алып, біздің арамызда болып, көрермендерге деген маңызды тақырыпты ашқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді құрметті көрермендер, сіздермен болған Алқа радиосы, соның ішіндегі иман алқасы бағдарламасы, ал біздің бүгінгі болған қонағымыз Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Жүсіпов Ерболат Нұрылдаұлы болды. Тыңдағандарыңызға рахмет.